мені орашы я хадиша деп сондай жәнегі қорыққандығынан сол көрпеге оранып жатады. Міне сол кезде Хадиша анамыз пайғамбарымызға ләм-мим деместен көрпесіне орап жатқызып, еш деместен сабасына түскеннен кейін бірақ сөйлейтін шығар дейді. Сол кезде айтады, мен бір сондай бір нәрсені көрдім, жынды болдым ба, әлде осындай жағдай маған келді дегенде, ақиқатында егер саған сол деген болатын болса, мен саған иман келтірдім деп осы Хадиша анамыз естіген демеу берген, қараңыздар. Міне содан кейін барып, сол иман еткеннен кейін Муддассир сүресі, одан кейін Муззаммил сүрелері түседі. Я айюхал муззаммил деп, я айюхал муддассир деп. Ей оранушы, тұрып саған жіберілген дінді, ақиқатты сол адамдарға жеткіз деп Алла тағала аят түскеннен кейін барып пайғамбарымыз естиді, ең бірінші өзінің туысқандарынан бастап дінді жеткізе бастайды. Міне сол кезде өзінің жақындарынан жеткізіп жатқан кезде Хадиша анамыз не істейді? Менің нағашым бар еді деп. Сөйтіп сол кісіге барып жәнегі осы ақиқатты айтқан кезде, мынау саған келген Муса пайғамбарға келген Жәбірейіл ғой ол дейді. Сол Жәбірейіл саған да келген екен деп. Бірақ қара, ей Мұхаммед деп, сонда пайғамбарымызға жәнегі Хадиша анамыздың нағашысы не дейді? Сен өзіңнің елінен қуыласың дейді. Қараңыздар. Сонда пайғамбарымыз сұрайды, сонда мен мен өзімнің елімнен қуылам ба дегенде, әлбетте дейді. Сен өзіңнің елінен қуыласың. Ақиқат қай жерде айтылған уақытта адамдар оны жақтыртпайды ғой дейді. Міне сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді осы Мекке қаласында тарқатып жатқан уақытта халқы не істеді? Сен Мұхаммед әминсің деп жүрген кездегі кісілердің барлығы, сен сондай бір өтірікшісің, адамдарды сиқырлаушысың, сен сондай бір ақындардың бірісің деп қабылдамастан пайғамбарымызға қарсы шыққан. Өйткені Әбіл Қуайс тауының төбесінде егерде осы жерде артында бір жау келіп жатыр, жау шапты десе, сендер сенесіңдер ме дегенде бәрі әлбетте я Мұхаммед, сен Абдулланың ұлысың, сен сондай сенімді әминсің ғой деді. Міне сол кезден бастап, алайда мен соңғы пайғамбармын деген кезде, расында сен өтірікшісің деп бірден бас тартқан екен. Міне сол кезден бастап сынақтар басталып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз елінен қуылған. Сонда кетіп бара жатқан уақытта, ей Мекке, неткен сен көркемсің, сен маған ыстықсың деп осы Меккеден Мединаға хижрет жасап жатқан кезде сондай сағыныш болды. Бағана көре алмаған кісілер қараңыздар, міне алдымызда жамарат тұр, шайтанға тас лақтырады. Міне оң жағымызда көрдіңіздер ме? Міне анау не паркинг сияқты тұр ғой, міне сол шайтанға тас лақтыратын. Кеше көре алмаған кісілер, оң жағыңызға қарасаңыздар, арасы жақын, көрдіңіздер ме? Үлкен қаржылық кезде бұл жерде таксилер қатты жүре қоймайды, бәрін қыстайды. Әр қайсына виза менен, карта менен жатады, рұқсат қағаз менен. Ары кетсе үлкен қаржылықтың өзі бір 5 күннің ішінде орындалып, көбісі елге қайтып кетеді. Үлкен қаржылықтағы умра компаниялары 15 күн болмаса 20 күнге пакет алып, көбісі осы жақта жатады. Әр қайсы жәнегі құлшылық ғибадаттарын және де Медина қаласына барып пайғамбарымызға зиярет етіп, сәлем беріп, сол амалдарын жасап болғаннан кейін елге бірақ қайтады. Сол сияқты кімде-кім егер Мекке қаласына келетін болса, абзалырағы пайғамбарымызға барып сәлем берген жақсырақ деп білдіреді. Жоқ, менің жұмысым 5 күннен кейін басталады десеңіздер де, Қағбаны айланып құлшылық ғибадат жасағаннан кейін Мединаға бармастан Қазақстанға елге кетіп қалса да болады. Бірақ алайда жүрегімізде сондай Мекке мен Мединаның арасын жүріп өткен пайғамбарымызға келу ең абзалырақ. Сағыныш деген басылмайды. Сол адамдарға айтарымыз, сондай уақыт келіп жататын болса, Мединаға барып қалуды аңсап етіңіздер. Біздің бара жатқан жеріміз, пайғамбарымыз Меккеден Мединаға дінді тарқату үшін сол халық не істеді? Пайғамбарымызды алып кетті. Яғни бізге келсін. Қазір қараң, қазір Алласы көрсетеміз, жолдың бойында Худайбия деген мешіт бар.
Hudaybiya оқиғасын білесіздер ғой. Мединадан алғашқы 6 адам келіп не істеді? Пайғамбарымызбен жасырын сұхбат болып кездеседі. Сондайда, я Расулалла, бізге дінді тарату үшін біздің Мединаға келіңіз дейді. Және де сіздің тарапыңыздан бізге бір ұстаз керек дейді. Бізге дінді ақиқатты үйрету үшін деп. Сол кезде дінді байғат жәнегі қабылдаған уақытта Худайбия келісімде алғашқы 6 адам келеді. Одан кейін екінші Худайбия сертінде 73 адам келеді, қараңыздар. Соның арасында әйелдер де бар. Сондықтан Худайбия серін әйелдер серті деп аталып кеткен, қараңыздар. 70-тен астам ер адам болса да, арасында әйел болған себебі әйелдердің серті қабылданған жер деп. Сонда қараңыздар, Асхат ибн Зурара сол кезде алдыға шығып сөйлейді. Сонда араларынан адамдар пайғамбарымызға біздің елді мекенге Мединаға келіп дінді тарқатыңыз. Егер сіздің халқыңыз осы Мекке қаласы сізді жақтырмаса, мынадай қиындық тұрып жататын болса, біздің халыққа кел дейді. Сонда пайғамбарымыздың қасындағы Аббас радиаллаху анху ол кезде дінді қабылдамай тұрады. Пайғамбарымыздың әкесінің бауыры Аббас. Сол кісі келіп, жәнегі Худайбия келісімдегі адамдарға айтады: "Ей, мәдиналықтар деп, сендер үлкен жүкті алып тұрғанда білесіңдер ме сендер?" дейді. Ақиқатына, егер сендердің мына Мұхаммед сендерге баратын болса, сендер оларды өздерінің балаларыңнан да, әкелеріңнен де, ағаларыңнан да артығырақ жақсы көру арқылы оны сендер қорғау керексіңдер дейді. Бірінші балаларыңнан бұрын Мұхаммедті қорғау керексіңдер. Өйткені сендер бұны аманат қылып алып бара жатқан дәрежемен сендер бара жатсыңдар дейді. Сонда ешқайсысы үндей алмай қорқып тұрып қалады. Сонда бәрі ойлайды, расымен де егер Мұхаммедті алып кететін болсақ, мына Меккедегі халық келіп, әр қайсымыздың басымызды шауып алмай ма деп не істейді? Адамдар сәл біраз болса да кідіріп ойланып қалады. Жәнегі Аббас өзінің бауыры үшін тұрып соларға сөйлеген кезде. Сонда адамдардың арасынан Асхат ибн Зурара тұрып сөйлейді: "Ей халқым" деп, өздерімен келген Худайбияға келген келісім шартында. Ақиқатында сендер білдіңдер ғой, біз не үшін келгенбіз? Жанымызды осы жерге қойып, Мұхаммед үшін өлуге дейін дайын болып келдік қой, сендер білесіңдер ме дейді. Сөйтіп барып адамдар естерін жия бастайды да, иә дейді. Біз ақиқатында пайғамбарды өзімізге жақын тұтып, және өзіміздің елді мекенімізді дінменен нұрландырғымыз келгендіктен, біз оны бала шағаларымыздан да бірінші орында соны жақсы көріп, жанымызды қиюға дайынбыз деп көпшілік қайтадан оянып, сол кезде келісімге келеді. Сөйтіп, Худайбия серті біткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен және оның қасына Аббас және басқа да сахабалар кейін не істеді? Мекке тарапына қайтады. Қазір қарасам, Қаба менен Худайбияның арасы сәл біраз жері бар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барша жаңағы хижрет етіп жатқан, Мединаға кетіп жатқан кісілерді не істеді? Түнделетіп жібере береді. Яғни егер күндіз көріп қоятын болса, мүшриктер өздерінің ағайындарын, жалпы мұсылмандар кетіп бара жатқан уақытта желкесінен болсын ұстап болсын не істейді? Қайтарып жатқан. Міне сол кезде Әбу Бәкірдің өзі де: "Я Расулалла, рұқсат беретін болсаң, мен хижрет етейінші" дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: "Я Әбу Бәкір, сен сәл бір сабыр сақтай тұрсашы" дейді. "Бәлкім саған қасыңа бір жақсы жолаушы беріп қояды. Жалғыз жүргеннен гөрі қасыңда бір адамның болғаны жақсы емес пе" дейді. Әбу Бәкір басылып қалады. Кейін біраз адам кетіп жатқан кезде, тағы біраз күннен кейін Әбу Бәкір сұрайды: "Я Расулалла, мені сіз тоқтатып қойдыңыз. Рұқсат етсең, мен бүгін шыға берсем" дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: "Я Әбу Бәкір, сәл сабыр сақта, бәлкім саған жақсы бір жолдас қылып қояды, саған адам тауып береді" дейді. Сөйтіп, Әбу Бәкірді қайтадан сабырға шақырғаннан кейін келесі күндері